Қазақ радиосы. Ауыл тынысы. Тақта көпірдің арайлап атқан ақтаңымен қызарып батқан күн райына өзіндік үнімен үлесін қосқан мүлік ауылының өткен тарихына ой көзімен қарасаңыз, ескірмейтін естеліктер тізбегі тізіліп шыға береді. Олай болса, ақпарақтың айдынында ағымнан ақтарыла бір жарлайыншы. Сонау кеңес үкімет кезеңінің идеологиялық тәлімі де, тәртібі де өзгеше еді. Өмір сүру дағдысы да біркелкі саттан тұратын баспалдақ секілді ұлы мақсаттар мен ұласып жатқандай көрінетін. Пионер, комсомол, коммунистік партия мүшелігіне қабылдану сияқты саяси белестерден тұратын мемлекеттік сатылардың да куәсі болдық. Сол дәуір идеологиясының тәлімінен дәм татқан әрбір жанның өзіндік таным, көзқарастары да болды. Болашаққа деген белгілі бір ереже, бағдарлама сатысымен өмір сүру, күнделікті қағидаға айналған, өмір дағдысына бейімделген коммунистік жүйе еді. Дүниеде бала көңілінің табиғи сенімі мен тазалығына ештеңе жетпейді. Себебі сәби сезімі адамзаттың қолдан жасаған жасанды саяси заңдылықтарынан ада, мүлдем хабарсыз, бейкүнә. Олар дала заңдылығына ғана тәуелді болып, оның саф, таза тынысымен жүрген тіршілік иелері ғой. Бейбіт өмірдің көгершіні сияқты көрген білгендерін, түйсініп түйгендерін риясыз қабылдайтын нағыз, шынайы, пәк көңіл жандар. Ойындағысын ойланбай айта салатын ойын баласы, жалпы жаратқан иеміздің табиғи жаратылыс құдіреттілігінің кереметтей көркі солар. Балғыншақтың базарымен ата-ананың назарындағы бір топ бала ауыл аясында табиғат тынысын танып білуге талпынып, көрген білгенімізге шаттанып, алаңсыз шапқылап жүрген шағымыз. Туған жер топырағымен ұнтақ шекердей сарғыш құмы табанға батпайтын, анамыздың алақандай жылы жұмсақтығымен еркелетіп, асау, балағылық болмысымызға шабыт бергендей болушы еді. Жетімсай бойындағы боз жапты жағалай жүгірген бір топ бала тас көпір маңындағы қоспан құм төсіне келіп табан тіредік. Тоғыры биік тәкаппар төбенің мысы басып тұрса да, бала көңіліміздің қайтпас қайсарлығы бізге қанат байлағандай, төбе басына көтеріліп, шың төріне шыққандай болдық. Аяқ қолдарымыз талса да тырмысып, талпына жоғары өрмелеп, ең биік шыңына да шықтық-ау. Кең даланың кеңістігіне көз салып, қоспан құмның биігін алғаш бағындырған ең бір сәтті, бақытты кезіміз. Жоғарыдан қарағанда көз ұшындағы түгел көрініп, ауыл аймағымыз алақанымызда тұрғандай. Қол созым жерде ғана алыс ауылдардың да сұлбасы қарайып, Бөріштау жотасының бұлыңғыр биігі де алыстан көз тартады. Өрімдей балғындардың талпынысы мен жетістігіне разы болған жаратылыс та оларға дала заңдылығы мен мейірім мен елжірей қарап, еркелігіміз бен ерлігімізге бірге қуанып, жадырап сала бергендей. Табиғат терезесінен төңірекке тамашалай қарап тұрған арманшыл бүлдіршіндер алғашқы шыққан биіктерін мақтан етіп, жүздері бал бұлыш айнайды. Бүкіл өңір биік шыңға алғаш рет аяқ басқан ерлік қадамымызға құттылық тілеп, қоспанғұм биігі табиғи жып-жылы лебімен, ыстық жаратылысымен бізді маңдайымыздан сипап, бауырына басқандай болды. Шаттығымызды жасыра алмай, ауылымыздың сусылдаған алтын түстес құмын аспандата шашып, оның жаңбырына әбден шомылғандай мәре-сәре болдық.
Міне осылай бала көңілімізге шабыт берген, кербезде көсем, көрікті де әсем қоспан ғұм, асқақ рухмен ақ батасын беріп, біздің тұсауымызды кескен болатын. Күн қызарып, ұясына қарай бет алған шақта, жеңісті жетістігімізге жігер бітіп, жігіт жасына жеткендей жол бойын жағалай жүгіріп, ауыл ішіне еніп едік. Ымырт түсі ауылға қарай бет алған төрт түлікте қоражайларына әрқайсысы өз дауыстарымен ән салып, жаңалық жеткізгендей маңырап, боздап, сыңғырлаған қоңырау үнмен кісінеп, мүлгіп тұрған мүлік тұрғындарын дүр сөкіндіріп, бүкіл тіршілікке әр кіргізіп жан берген еді. Өрістен келген үй жануарларына бірі жем шөбін беріп жайғастырып жатса, аналарымыз сиыр сауып, кешкі астың қамына кірісуде. Жас буын үй баласы отын жарып су тасып әлек. Жалпы ауыл тұрғындары мал шаруашылығымен айналысатындықтан, егістік алқаптар мен шаруашылық мекемелерінде үнемі қарбалас қызу жұмыс жүріп жататын. Алақандай ғана ауыл болғанымен, тұрғындар саны бір ауданның халқына пара-пар еді. Совхоз әкімшілігі, мектеп ғимараты, мәдени клуб, емхана, жем өңдеу базасы, құрылыс цехы, техникалық машина жөндеу мекемесі, шаруашылық фермалар, егістіктер мен жеміс-жидек өсіретін алқаптарда жұмыс қарқыны қайнап жататын. Таң атқаннан күн батқанша ауыл тұрғындары тыным көрмей, шаруамен болса, қатар жайылған төрт түлік малдың өрістері де бір сәтке тоқтаған емес. Жұмыстарын тәмамдап, трактор тележкасы мен жүк машиналарынан түскен ағапайларымыз үйлеріне көңілді оралып жатса, мектептегі ұстаздар мен оқушылар да осыны күткендей орталық көше бойымен жан жаққа тарап үйлеріне бет түзейтін. Өз ауласына жеткенше жол жөнекей көрші қоңсылармен амандық саулық сұрасып, балалармен арқа-жарқа қуана қауышқандары мерекелі сәттерді көз алдыңа елестетеді. Үй иелермен үлкендер жағы жұмыстарынан шаршап келіп, жан ұясымен дастарханға жайғасып, жайбарақаттандау деген сәтте думан сауық кештің сәнін кіргізетін қызыл-жасыл киінген қыз жігіттер біртіндеп бой көрсете бастаушы еді. Орталықта орналасқан кино, концерт жарнамасы қыстырылған бағана жанынан сауық кеші болатын үйге қарай ағылған жастар легі көрінеді. Көше бойлап өтіп бара жатқан қыздарға қырындаған жігіттер де жоқ емес. Қызыл дүкен маңының қарсы бетінде қалың өскен талдардың арасынан үлкендерден жасырынып, ащы су жұтып алған тентектер де табылушы еді. Олардың көзіне түспей қашып жүруің керек. Себебі қолына түссең, құтылуың қиын. Мазаңдалып, анда-мұнда жұмсап, әбден әлекке салады. Осындай тыныс тіршіліктері күніге қайталанып отыратын ауылымның осы бір көріністерін көп сериалды фильмге ұқсатушы едім. Ауыл орталығындағы мәдениет үйінде концерт болады деген күні, әке-шешесінің рұқсатын алу үшін бозбалалар мен бойжеткендер ертерек қамданып, шынайы ықыласпен отын жарып, су тасып, үйдің айналасын мұнтаздай тазалап, алдын ала жайғастырып жатады. Бала жастағы біздер үшін махаббат жайлы үнді фильмдеріне барудың өзі арман еді ғой. Сол кино, концерт жайлы естен кетпес оқиғаларға өзім де куә болғаным бар. Беу қайран, сол бір балалық балдәурен күндер ай десеңізші. Айым оңынан туып сәті түсіп, құлынтайдай тебісіп бір көскен Уәлихан Исламбек сындағаларға лесіп, бірінші рет түнделетіп, клубқа барғаным есімде қалыпты. Жазғы залына кірдік. Сахнада экран орында үлкен, қалың, ақ мата құрулы тұр екен. Ұзын-ұзын тақтайлардан, шегеленген орындықтардан басқа ештеңе жоқ, азынап тұр. Төбесі ашық. Айналасы кірпішпен қаланған, жарығы жоқ, іші салқын, кең зал. Мұнда көрермендер, яғни ауыл тұрғындары, үнді фильмі болмаса сирек келеді. Бірінші рет барған мен үшін кино залының қараңғылығы қорқынышты сезілді.
Байқаймын, кино көруге келген мен сияқты ауыл балаларда баршылық. Олар еркін, ештеңені жатырқамай, жаңа қаңырап бос тұрған ұзын ағаш орындықтардың үстіне шығып, жағалап жүгіріп, секіріп, ойнап жүр. Кино көрсетуші көкеміздің артқы жақтағы ұзын сызықша жарық түсіп тұрған тесіктен дауыстап, орындық үстінен түсіңдер, әй жүгірмеңдер деген аш жүні көңілімізді су сепкендей, одан сайын мысымызды басты. Сонымен көптен күткен кинофильмде басталды. Үлкен экранда көрсетілімнің қандай фильм, не айтып жатқан туралы түсініп отырған мен жоқ. Атыс, шабыс, қырғын басталды да кетті. Дегенмен экраннан түскен жарық айналамызға алдамшы ғана сәуле беріп, көңілімізді көтеруге тырысып баққандай. Назарымыз экрандағы фашистерді қырып жатқан солдаттардың ерлігін ауып отырғанда, клуб сыртында жүрген тентек балалар қағазға оралған тез шаңытып кететін борпаң құм бомбаларын біз отырған залдың ішіне қарай бірнешеуін лақтырды. Экран жарығы борпаң құм шаңқыттан біразға дейін түк көрінбей қалды. Ересек ағалар ұрсып жатыр, мен бастапқыда түсінбей қалдым. Кейін ұқтым. Қағазға толтырылған құм бомба екен. Бұндай ойынмен өзімде талай ойнағам. Көшеден өтіп бара жатқан тракторларға осындай бомбаларды талай рет лақтырғанымыз бар. Сондықтан бұл ойын маған таныс. Қорқынышты емес, дегенмен үрей буып барады. Жақын отырған балалар саусақтарымен меңзеп, клуб сыртындағы биік өскен тал теректің төбесінде дәу қарға сияқты қарайып отырған бірдеңелерді көрсеткенде, құбыжық көргендей одан сайын үрейлене түстім. Уәлиханның қолтығына тығылып, мен апарып тасташы, үйге қайтам дедім. Уәлихан мен Исламбек күліп алды да, шын қорқып отырғанымызды сезді ме, сабырға шақырып, оларда тал үстінде кино көріп отырған ауыл балалар ғой деп жұбатқаны есімде. Міне содан кейін клубы құрсын деп, киноға қызықпайтын, барамын деп айтпайтын да болдым. Арада біраз уақыт өтсе керек, бір күні ауыл клубына жақсы концерттік бағдарламасымен қаладан бір топ әртістер келді деп естідік. Ести сала бұл жолда бағым жанып, сол концерттің көрермендері қатарына қосылдым. Үлкен әпкеммен бірге клубтың қысқы залына таласып тартысып жүріп, әрең дегенде кірдік ау. Ішінде санаулы ғана орындық тұр, елдің бәрі концерттік бағдарламаны тік тұрып тамашалайды екен. Көпшілік менің әлі кішкентай бала екенімді көріп, әпкеммен бірге алдыңғы қатарға өткізіп жіберді. Сахнаға жақын жайғастық. Зал адамға әбден толды. Алдыңғы қатардағы орындықтарда ауылда саға буын үлкендері жайғасқан. Залдың артқы жағындағы орындықтардың үстіне шығып кеткен жігіттер төбемізден қарап, дауыстар батыл, жарқын-жарқын шығып жатты. Тұрған жерінің тарылғына байланысты бір-біріне иық тірескен жігіттер көпшілікті әрі-бері тербелтіп, талас тартыс, айқай жаңжалар лас үрейлі ортаға айналдырды. Үлкен күшін тәртіпке шақырып, тыныш отыруымызды талап етіп жүрген апай мен ағай бар екен. Кейін білсем, ол кісілер ел ішінде еселі еңбегі сіңген ақ көңіл ауылдас Тұрар ағайымыз бен сол клубтың қызметшісі Үрімша апайымыз болып шықты. Сонымен концерт те басталды. Таң ертеңнен кешке дейін ойыннан шаршап келгендіктен бе, музыкалық әуенге үйіп, ұйқысырап қалғып отырғам. Залдың артқы жағындағы ересек жігіттердің арасындағы дабыра, айқай шудың аяғы ақырында барып төбелеске ұласты. Үрей, қорқыныш аралас, бала шаға, қыз келіншектер концерт жүріп жатқан жаққа қарай лап қойды. Шулаған бала шаға сахна үстіне өрмелеп шығып жатыр. Сонымен көпшіліктің даурығып жатқанын көріп, қорқынышты көріністен ұйқым шәйдай ашылды. Себебі үлкендердің үрейлі дауыстары мен жаңжал шығарып жатқан жігіттердің қаһарлы үндері береке құтымызды қашырып еді. Ақыр соңында ауылдас аға буын азаматтардың араласуымен бәрі де тынышталып, бір сәтте концерттік бағдарлама қайтадан жалғасын тауып,
жақсы көңіл күймен тарадық. Басқаларға қалай әсер еткенін білмедім, ұйқым ашылып кеткеннен кейін ауылдастар арасында тікемнен тік тұрып, таласып тартысып жүріп тамашалаған әуенді сол күн мен үшін есте қалар ерекше бір романтикалық керемет кеш болды. Әрине, бала кездің түйсігімен таныған ол уақыттың өз қызығы өзінде екен ғой. Беу, сол бір дариға дәурен күндер ай десеңізші. Сіздердің тыңдағандарыңыз Мырзабек Көпжүрсінұлының «Туған жерге тағзым» деген естелік әңгімесінен үзінді. Хабардың дыбысын қадағалап музыкамен көркемдеген Сәбетхан Мейірханұлы. Оқыған диктор Аманжан Еңсебайұлы. Амансыз ба ауылдас ұландарым, қасиетті қаламмен ұрандадым. Елден келген бауырлар армысыздар, Арал теңіз Қызылқұм қырандарым айқы. Ұқтырыңдар бірліктің баяндысын, жұқтырыңдар ұлылық қиялдышын. Жұмылғанда жұдырық жылынады, халық үшін, отбасы ұяң үшін. Алақандай ауылдан өнген елім, ата жұрттың қадірін көрген елім. Тақта көпір текті жер бөрші таудан, Алатауға алыстап келген елім айғы. Салиқалы мүліктің жігіттері, арулары жүреді күліптегі. Өсер елдің ағайын ұрпағымыз, озық жүрер ой санаң көліктері. Биік болсын еңсеміз есік төрден, амандықпен көз тілден өсектеуден. Өсе берсін өркені ауылдастың, ұрпағымыз ата жұрт бесік көрген айғы.